Атаңызға айналған ақтарының атасы, әйгілі рекорд иесі Шығанақ Берсиев 1881 жылы Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ащы-Ойыл бойында дүниеге келген. 1932-44 жылдары Ақтөбе облысының Құрман ұжымшарында звено жетекшісі болып қызмет етті. Шөлейтті аймақтың ауа райына қарамастан ұзақ жылдар бойы оның звеносы тарыдан мол өнім алды. 1943 жыл Шығанақ Берсиев үшін еңбектегі ерлік жылы болды. 40 гектардан 201 центнер өнім алып, биология ғылымын таңғалдырған рекордты өнімге қол жеткізді. Оның еңбек табысы суармалы егісте қол жеткізген әлемдік рекорды жер шарына мәлім болды. Кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген қанатты сөз сол уақыттың әңгімесі. Елде аштық басталған 1920 жылы күнкөріс мақсатымен алыс Қарақалпақ еліне кетерде, Шығанақ өз үйінің ішінен ұра қазып, 2 бөшкеге шамамен 50 кило тұқым салып көміп кеткен екен. 1937 жылы еліне оралған Шығанақ сол тұқымды қазып алып егін еккен. Сонда сол тары 17 жыл бойы бұзылмай жатқан екен. Шығанақ Берсиев Ұлы Отан соғысы жылдары әскери ұшақ жасау үшін мемлекеттік қорғаныс қорына қаржы аударды. Өз табысынан тары өткізді. Оның өмірі мен ерен еңбегі Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ романына, неміс драматургы Бертольд Брехттің тары өсіруші дастанына арқау болды. Шығанақ қолдан жасалған ашаршылық әбден діңкелеткен халқын аман сақтап, мақсат бағдарынан айырылып, артына ерген әлсіз жұртына күнкөріс көзін ашты. Осы тұрғыдан алғанда ол елінің көшбасшысы, ұйытқысы бола білді. Көзі тірісінде Ленин орденімен марапатталған тары өсірушінің Ақтөбе облысы Ойыл ауданында мұражайы бар. Ақтөбе қаласында оған ескерткіш орнатылған.